Лас-Вегастан алыс емес мұхит жағалауында жастар демалыстың басталғанын тойлап, түнгі алаңсыз ойын-сауықтан ләззат алуда. Музыка ойнап, коктейльдер судай ағуда. Өмір ғажап әрі таңғажайып. Жалпы келісім бойынша бұл отырыста гаджеттер жағымсыз деп жарияланады. Барлық телефондарды жігіттердің бірі үлкен қапқа жинап, көліктің ішіне құлыптап тастайды. Көп ұзамай екі жігіт жақын жерден алып құртқа ұқсайтын бір түрлі нысанды тауып алады да, кешке қатысушылардың көңілін көтеру үшін ортақ отқа сүйреп әкеледі. Қыздар мұндай әрекетті бағаламайды. Нысан онша эстетикалық емес көрінеді, бірақ сол кезде жігіттер өзара сөзге келіп қалып, табылған жиіркенішті зат туралы ұмытып кетеді. Дегенмен бәрі төбелессіз аяқталып, сауық сайран жалғасады. Көп ұзамай алкогольдік майдан алаңында алғашқы құлағандар пайда болады. Гилберт есінен танып қалады, ұйықтап кетеді, ал әзілқойлар оның бетін шимайлап тастайды. Негізі солай болуы керек қой. Алайда қалғандары да шаршауға бой алдырып, қай жерде құласа, сол жерде ұйықтап қалады. Таң сәріде бірінші болып Келли, неге екені белгісіз, өз жігітінің иығында есін жияды. Митч те оянып, оның артынан шығады. Жұп түнді құтқарушылар мұнарасында өткізгендерін түсінеді. Бірақ төменге қараған Келли өзінің ең жақын құрбысы Чандраның бұрынғы жігіті Джонаның иығында мызғып жатқанын байқап қалып, көңілі түседі. Ол өткен түндегі оқиғаларды толықтай есіне түсіре алмаса да, опасыздық болды деп күдіктенеді. Келли жағажайға көз салады. Онда киімдердің бір бөлігі шашылып жатыр. Ал жақын жердегі үстел үстінде олардың құрбысы Марша ұйықтап жатыр. Оны айқайлап оятады. Қыз көзін ашып, кешегі күннен кейін өзін, жұмсақтап айтқанда, нашар сезінетінін түсінеді. Осы уақытта Келли жағажайға қонған шағаланың құм астына сорылып, тереңге түсіп кеткенін көреді. Маршаның үстелден төмен түсуге жиналып жатқанын түсінген Келли жан даусымен оған жерге баспауын айтып айқайлайды. Бірақ ескерту кеш естіледі. Құрбысының аяғы құмға тиген бойда, ол оған тура мағынасында жабысып қалады. Қыз шарасыздықтан айқайлайды, ал Венс бірдеңе дұрыс емес екенін түсініп көмекке ұмтылады. Алайда оның да аяғын бірдеңе лезде ұстап алады. Ол құлайды, ал құм оның денесін бөлшектеп жатқандай тартып әкетеді. Өте тез арада оны құм толығымен жұтып қояды. Онымен бірге Марша да қаза табады. Достар шок жағдайында және болған оқиғаға түсініктеме іздеп, үкіметтің қастандығынан бастап жағажайдың химикаттармен ластануына дейінгі болжамдарды алға тартады. Жастар полиция шақырмақ болады, бірақ Митчтің телефондарды жүксалғышқа, багажник, құлыптап тастағаны естеріне түседі. Дегенмен достар көлікте қауіпсіз екендерін, яғни аман қалуға мүмкіндіктері бар екенін түсінеді. Митч Джонаға көмекке барып келуді ұсынады. Ол көлікті оталдыруға тырысады, бірақ қосулы қалған шамдар аккумуляторды толығымен отырғызып тастаған. Достар енді не істеу керектігін түсінуге тырысып жатқанда, Келли құмға қарай түсіп қолын созады. Сол сәтте құм астынан жіп тәрізді жіңішке өскіндер шығып, қызбен жақынырақ танысқысы келгендей оған ұмтылады. Митч оған қосылады. Екеуі бұл бір түрлі құбылысты таңданыспен бақылайды. Осы сәтте Гилберт оянып, өзі тап болған бөшкеден шыққан соң әзілқойларды өлтіремін деп айқайлайды. Жігіттер оған күледі, бірақ кейін ол жақта жаңа ғана екі адамның өлгені естеріне түсіп, қозғалмауды өтінеміз. Байқаусызда қарғыс атқан құмға түсіп кетпе деп айқайлайды. Ол қатты ашуланады, бірақ Венс пен Маршаның өлімі туралы әңгімені тыңдаған соң, әзірге бөшкеде қалуға келіседі. Оның үстіне Джона бәріне судың көтерілуін, прилив, күтуді ұсынады, мүмкін ол оларға көмектесер. Гилберт сол жерде қамалып қалады, ал қалған тірі қалғандар аптап ыстық күн астында шөлдеп құтқаруды күтеді. Көліктегі сүйіктісі Венстен айырылып, қайғырып отырған Рони анасына соңғы хабарламасын жазады. Ыстық шыдатпай барады. Жастар қолдарынан келгенше одан тығылуда. Келли не болғанын түсінгісі келіп, сол түндегі оқиғаларды есіне түсіруге тырысады. Митч олардың жай ғана жағажайда қыдырып, өмір туралы сөйлескендерін айтады. Өйткені қыз бұрынғы жігіті Джонадан алысырақ болғысы келген еді. Бірақ оны құм неге кенеттен қауіпті болды деген сұрақ көбірек мазалайды. Түнден бері нақты не өзгерді? Ол заттардың арасынан күннен қорғайтын крем тауып алып, көлікке лақтырады. Өйткені ол жақта қорғансыз бәрінен қиын. Және ол достарына бұл сұраққа жауап бере алар деген үмітпен қарайды. Джона Чандраның иығына крем жағып жатып, кенеттен болып жатқан жағдайдың сұмдығын түсінеді. Тірі қалғандар тек 6-ауы ғана. Түнгі кештің қалған қатысушыларының барлығын құм жұтып қойған.
Достар жылай бастайды, ал Гилберт ашуға булығып, өзін ақымақ бөшкеден шығаруды талап етеді. Джона досын тыныштандыруды шешіп, оған күннен қорғайтын крем лақтырады, сөйтіп жігітті күннің күйдіргіш сәулелерінен құтқарады. Бұл уақытта Келли түнде түсініксіз нысан болған заттың қалдықтарын байқайды. Достар оның жұмыртқа немесе піллә, кокон, тәрізді бірдеңе болғанын, одан қазір құмда өмір сүріп жатқан бірдеңенің шыққанын түсінеді. Құбыжықтың нақты орналасқан жерін анықтау үшін Келли соңғы азық-түлік қорын лақтырады. 3 шұжықты, сосиска, осы бірдеңенің көлемін бағалау үшін әр жаққа лақтырады. 2 шұжық лезде жоқ болады. Оның үстіне Гилберттің көз алдында құмға шағала батып кетеді. Митч соңғы шұжықты ол жерден алысырақ лақтырады, және ол сол күйі қалады. Енді балалар қауіпсіз сияқты болып көрінетін шекараны біледі. Бірақ ол жаққа қалай жетуге болады? Чандра орындарында қалу керектігін, біреу олардың жоқтығын міндетті түрде байқайтынын айтып қоймайды. Алайда Рони демалыс басталғанын және алдағы 2 аптада оны ешкім іздемейтінін еске салады. Олар мұнда бірнеше сағаттан бері отыр, және ешкім жақын маңнан көрінген жоқ, сондықтан тек өздеріне ғана сенуге болады. Ол жақын арада ешкім іздемейтін қаза тапқан достарының ұйықтауға арналған қаптарын нұсқайды. Сол кезде Джона көліктен 2 серфинг тақтайын алады да, оларды кезек-кезек ауыстырып қойып, жылжи бастайды. Жігіт үшін уайымдаған Келли одан абай болуды өтінеді. Ол, шамасы, бұдан қолайлы уақыт таппай, жеке мәселелерді дәл қазір талқылауды жөн көреді. Достары одан мына түсінісудің бәрін басқа уақытқа қалдыруды сұрайды. Сөйтіп Джона амалсыз келіседі. Ол үстелге жетеді, бірақ өтуге дайындалып жатқанда тақтай жылжып кетіп, жігіт құм үстінде салбырап қалады. Құбыжық қозғалысқа келіп, жігіттің қарнына жетуге тырысады. Джона үстелге секіріп үлгереді, бірақ құбыжық оны бәрібір жаралап кетеді. Ол ауырсынудан есінен тана жаздап, үстел үстіне құлайды және айқайлайды. Оның айтуынша, ауырсыну мыңдаған медузаның шаққанына ұқсайды. Келли құбыжықтың сірә улы екенін түсінеді. Дегенмен жігіт өзін тұруға мәжбүрлейді. Ол ішінде аздаған сусын мен тамақ қалған сөмкені табады. Бірақ осы кезде жігіт байқаусызда бананды түсіріп алады, және құмнан шыққан түктердің белгілі бір жерге дейін тамаққа қалай әрекет ететінін байқайды. Достарының айқайымен ол үстелдің екінші жағына секіреді, сөйтіп құбыжық пайда болмайды. Джона банан жеп жатқанда, Чандра оның қарны қорқынышты жараларға толып кеткенін байқайды. Келли одан үстелге қайтуын сұрайды. Ол үстелге шығады. Сусын банкаларын шығарып, оларды көлікке және Гилбертке лақтырады. Соңғы банканы мұнараға лақтырады. Митч оны қағып алғанда астындағы ағаш қоршау сықырлап кетеді. Алайда бұған ешкім назар аудармайды, өйткені Джонаның қарындағы жаралар ұлғайып, іріңдей бастайды. Ол ауырсынудан бүктүсіп үстелге жатады, ал достары оның азабын моральдық тұрғыдан жеңілдетуге тырысады. Сол кезде бәрі Джонаның құмда қалдырған серфинг тақтайларының қозғала бастағанын байқайды. Ал артынша көліктің дөңгелектеріне де ақ түктер шабуылдай бастайды. Гилберт жүксалғыштағы ұялы телефондарды еске салады. Рони оларға жетуді ұйғарады, және Чандрадан егер өзіне бірдеңе болса, қоштасу хатын анасына жеткізуді сұрайды. Бамперде тепе-теңдік сақтап, екінші қолымен құтқару шеңберінен ұстап тұрып, қыз жүксалғышты ашуға тырысады. Ол кілтті жүксалғыш құлпының тесігіне сала алады, бірақ қолы тайып кетіп, көлікке әрең тұрып қалады. Демалып алған соң, Рони әрекетті қайталайды, бірақ тағы да ештеңе істей алмайды. Істі қиындататын нәрсе жүксалғыш күннен қызып кеткен, ал қыздың үстінде тек шомылу киімі ғана бар. Сол кезде Митчтің есіне құтқарушы таяғы түседі. Ол жүксалғышты ашады. Енді телефон салынған қапты алғалы жатқанда достарға патрульді көліктің дабылы естіледі. Бампер жабылып қалып, Ронидің қолын қысып қалады. Жақындап келе жатқан көлікті көріп, достар айқайлап, полицияның назарын аударуға тырысады. Ол жабық жағажайда адамдарды көріп ашулы. Жастар патрульді қауіп туралы ескертсе, ол оларды есірткінің әсерінде деп ойлап, құмға батыл шығады. Достардың таңданысына қарай, тіршілік иесі оған әрекет етпейді. Патруль Джона мен Гилбертті қарап шығып, олардың түріне таң қалады. Сосын Ронидің қолын таңданыспен қарап, мәселені шешуге асықпайды. Бұл Келлидің ашуын келтіреді. Ол баяу ойлайтын полицияға айқайлай бастайды, ал Митч достарының назарын офицердің тері бәтеңкесіне аударып, оны құбыжықтан дәл сол құтқарып тұрғанын түсінеді.
Ол бұрыш баллонын қолданамын деп қорқытып, жұпқа мұнарадан түсуді бұйырады. Асығыста ол көліктің кілтін түсіріп алады және оны көтеру үшін еңкейгенде құбыжықтың құрбаны болады. Не болып жатқанын түсінбей, ол қолын құмның құрсауынан жұлып алуға тырысады. Сосын Келлидің кеңесімен баллонның ішіндегісін құмға шашады. Құбыжыққа бұл дәм ұнамай полицейді босатады, бірақ патрульдің қолының жартысы құбыжықтың аузында қалады. Шок жағдайында ер адам құлап, жер астына сіңіп кетеді. Құтқаруды күтудің пайдасы жоқ екенін түсінген Митч тәпішке киіп, қыздардан полиция көлігіне қарай жүгіру үшін қосымша қорғаныс ретінде сүлгі лақтыруды сұрайды. Алайда сынған қоршауға сүрініп кетіп, жігіт тепе-теңдігін жоғалтып құлайды. Сөйтіп құбыжық оны лезде ұстап алады. Достары оның денесінің бөлшектеніп жатқанын сұмдықпен бақылайды, бірақ ештеңе істей алмайды. Сол кезде Келли сынған таяқшалардың құм үстімен жылжып бара жатқанын көреді. Ол Чандрадан оларды ұстап алуын сұрап, оған тағы біреуін береді. Өзіндік көпір жасап, қыз көліктің төбесіне өтеді. Джона мұны көріп, одан кешіруін сұрап, махаббатын білдіреді. Келли Гилбертті шақырып, аяғын босатуға тырысуын сұрайды, бірақ ол тіпті қозғала алмайды. Екі қыз бірігіп жүк салғыштың қақпағын көтеріп, Роннидің қолын босатады және сүлгілермен таңады. Қыздар жігіттің бөшке жиектерінен алған жарақатынан қаны аға бастағанын көреді. Иіс құбыжықты өзіне тартып, ол жақындай бастайды. Қыздар қоршау сынықтарын бір-біріне беріп, көпір жасап, қауіпсіз жерге өте бастайды. Чандра бірінші кетеді. Келли тепе-теңдік сақтап, құрылымның соңына дейін жетіп, Джонаға еңкейеді. Ал Ронни бірнеше қадам жасаған соң, аяғы тайып құлап құмға сіңіп жоғалады. Чандра тәуекелге бел буып, аяғын сүлгімен орап алады. Ол патрульді көлікке қарай жүгіреді. Таңғаларлығы бәрі сәтті шығады. Дәл осы уақытта құбыжық бөшкені шайқап, Гилбертке жетеді. Сосын көлікті итеріп, Чандраны капотқа құлатады. Қыз есінен танып қалады. Келлиге оның есін жиғанын күту ғана қалады. Түн түседі, қыз есін жияды. Төбеден құтқару салын, плот тауып алып, оны үрлейді де, оның көмегімен Джонаға көлікке өтуге көмектеседі. Алайда құм астынан алып құбыжықтың жарқыраған қармауыштары атылып шығып, достарға шабуыл жасайды. Сыртта қалған Келли бензин құйылған канистрді алып, құмға төбеді де, от қойып, тіршілік иесін ауырсынудан бұратылуға мәжбүр етеді. Соңғы сәтте Келли көлікке секіріп үлгереді, бірақ қауіп сейілгендей көрінген сәтте Джона үнсіз көз жұмады. Мұны байқаған Келли оның қолын сүйіп қоштасады. Тірі қалған құрбылар түнді көлікке жігіттің өлі денесінің жанында өткізеді және терезе қаққан дыбыстан оянады. Сыртта жағажайда не болғанын түсінбейтін құтқарушы тұр. Қыздар көліктен шығып, құбыжықтың бір жаққа кетіп қалғанын түсінеді. Құрбылар қорқынышты жерден кетуге асығады. Олар құбыжықтың адам көп шоғырланған басқа жағажайға қарай жылжып бара жатқанын сезбейді.